Ассалаумағалейкум, құрметті каналдың тіркеушілері, құрметті қонақтар. Мына бүгінгі видеороликте мен ұялы телефондарға тоқтағым келіп тұр. Ұялы телефондарда құрамында алтыны бар. Вот міне, мына ашылған бір плата. Любой телефон алсаңыз, любой телефон құрамында алтыны бар. Мына көрсетейін, ашығым. Міне. Міне. Мына мысалы кнопка басатын жер. Онда ашып көрсетемін осы телефонда. Просто сарғайып тұрған заттар бәрі алтын, бірақ шынына келсе мен мысалы мына сотовыйда мен мынаны білмей жатырмын, не зат екенін, алтын ба әлде мынау просто металл ма, латунь ба. Оны білетін адамдар болса комментарийға жаза салыңыз. Мен білмей жатырмын, не зат екенін. Мынау алтын ба, алтын емес па. Так, енді мына отдельно платаларға келсек, любой телефонда мынандай чиптер болады. Сол чиптерді бөлек жинайсыз. Себебі мына чиптің құрамында алтындар бар. Мында 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар екен. Басқасы. Сосын міне мына резонатор дейді. Мына сарғайып тұрған. Мынау алтын. Себеп сірә платаның өзі іші деген міне мына сарғайып тұрған, ода алтын жалатқандар, позолоченный. Так, мынау да алтын. Оны деген жинаған кезде бүйтесіз, міне просто алып мынамен жыртып жібересіз. Мінекей. Оны осылай алып, отдельно алып жинай бересіз. Так, енді мына жағы мен көріп тұрғандай мен білмей жатырмын, мына өзі жартысы темір болып тұр, жартысы сарғайып жатыр. Бірақ не зат екен, мен өзім де білмей жатырмын. Но білмеген нәрсені біздер лақтырмаймыз, жинай береміз. Так, мынандай резонатор деген болады. Резонатор. Ода сап-сары ол сарғайып тұр, міне. Ода алтын жалатқан радио бөлшек деталь. Сосын мынандай чиптерді жинайсыз бөлек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тұр мына жерде. Соның ішінде мына қара 4 бұрышты чиптердің ішінде алтын болады құрамында. Ода жинайсыз бөлек, лақтырмайсыз. Сосын мынандай міне SMD конденсатор болады, міне қоңыр цвет. Міне қоңыр цвет. Ішінде палладий деген металл болады. Онда жинайсыз. Лақтырмаңыз, бөлек банкіге жинай беріңіз. Так, мына қара детальді мен білмеймін зат екен, шынына келгенде. Бірақ міне мына қоңыр цвет SMD конденсатор дейді, ішінде палладий бар. Так, сонымен міне резонатор. Мынау чиптер. Соның бәрін жинайсыз. Сосын мына жерде мынандай міне бар. Шлейф кіретін разъем бар, міне мынау. Ода алтын жалатқан. Міне, қандай зат ол өзі. Так, мынаны да көрсетіп жүрейін, міне бүйтіп. Аямайсыз, выставкаға кетпейді. Тек жұлып жинай беріңіз мына жерге. Мына сарғайып тұрған, ол бәрі де алтын. Оны ертең жинағаннан кейін, көбірек жиналғаннан кейін пайдаға асар, Алла қаласа. Так, мынаның астында не бар екен көрейік. Мына темірдің астында бізде не бар? Опа. Міне мынау контакттар болу керек, разъемдар. Мына темір жартысы сарғайып жатыр. Оны лақтырмайсыз. Мынау позолоченный. Ол анық алтын жалатқан. Оны тоже мында жерге бөлек жинайсыз. Темір пружина. Мынау разъем, контакттар болу керек. Ода лақтырмайсыз, ода жинай бересіз. Міне. Сарғайып тұр.
Сосын осындай заттарды бәрін жинап алып тастайсыз. Негізінде оны басқа варианттары да бар алатын платадан. Мынандай термопистолет бар дейді, қыздырып алады дейді оны. Сразу ютубта видеолар өте көп. Бетіп қолмен жинап отырмайсыз. Енді мен өзім оны бар жоғы бір 10 шақты телефондай бар. Міне сары болып тұр. Онда жинайсыз. Ешқандай лақтырмай бөлек жинайсыз. Так, жаңа айтқандай мына резонатор. Мінекі мына резонатор дейді. Мынаны сарғайып тұрады, төрт бұрышты өзі. Ода мынандай бітпен алуға болады. Міне оп-оңай алынады, оп-оңай қылып алынады. Міне сап-сары болып тұр. Тоже жинай бересіз бір жаққа. Так, мына чиптерді алынады отдельно. Чиптерді алынғанда тоже ешқандай қиыны жоқ. Бір рет мен бір көрсеткендей болады. Оны басқа да варианттар бар алуға чиптерді. Қыздырып алынады олар. Міне астында мына чиптерді тоже бөлек жинайсыз. Телефонның ішінде негізінде мына афинажниктер айтқан бойынша мына ютубта информация өте көп. Мына чиптердің ішінде ең көбі құрамында алтыны бар. Оларды жинайсыз обязательно. Так. В общем, мына бір дайын платаны мен аштым. Енді қазір бұйырса бір телефон ашып көрейік. Так, мына. Біз мана айтқандай мен оны выставкаға дайындамаймын. Біз оны тек бұлай сындырып жібереміз. Мусорға пластмассаны лақтырамыз, керек еместерді. Аяйтын ештеңе жоқ оның. Аяйтын ештеңе жоқ. Каждый бір шурупчикті бұрамасаңыз да болады. Оны наковальникке қойып балғамен ұрсаңыз да тезірек кетер. Так, міне мынаны аштық біздер. Наушник, микрофон. Кейінірек көрерміз. Так, мында не көріп отырмыз біздер. Ақ қағаз или скотч па, оны бет алып тастаңыз да болады. Енді мына ақ қағазға келсек те, скотч деп та. Міне мысалы мұнда мына кнопкілер күміс шалатқан. Онда жинай берсеңіз де болады. Бөлек бір жерге жинасаңыз да болады. Лақтырмаңыз. Мынау күміс кнопканың асты міне. Мынау асты алтын. Мына кнопкілердің бәрі алтын жалатқан. Мына жаңағындай. Мынау да сондай. Алып тастаймыз міне. Жинап қойыңыз араға. Так, тағы не бар? Мынаның астында не заттар бар екен, көрейік. Чиптер бар екен. Міне біреу, екеу,
үш чип бар, бір резонатор бар. Резонатор дегенде міне мынандай деталь, жаңа мен біреуін алып едім ғой. Міне мына резонатор деген мынандай міне сарғайып тұр, 4 бұрышты кішкентай. Мында да бар міне. Міне мынаның ішінде тұр. Соларды жинайсыз. Мына қара чиптер жинайсыз. Сосын мінеки мына разъемдар, зарядка не кіретіндер тоже алдын тоғатқан темірлер. Мінеки оларды да жинайсыз. Міне сарғайып тұр кішкене. Мынаға бір бөлек банкіге жинасаңыз да болады. Мына разъем, зарядка кіретін разъем деймін. Міне сап-сары болып тұр, бір қатар. Онда жинаймыз. Так, плата қайда? Енді сірә платаның өзі мінеки сарғайып тұр, мына точкілер, мынауда алтын жалатқан. SMD конденсатор, міне қоңыр, ішінде палладий деген металл болады. Мынау енді темір шар, темір бізде керек емес. Мына алып тастаймыз тек. Мінеки мынау резонатор, чип, SMD конденсатор. Енді мына жағына келсек, мынау керемет плата екен. Мынау енді міне алтын жалатқан, түгіл солаймен алтын тұрған. Міне қапталдар, мынау разъем сарғайып тұр. И сірә мына кнопкалер, ода бәрі алтын. Оны жинаймыз, платаға қосамыз бетіп. Так, дальше кетсек, мына телефонды бұзамыз. Шлейфке келсек, шлейфті лақтырмаңыз. Міне шлейф мына жерде міне шлейфті өзде алтын. Мынандай шлейфтерді бөлек жинай бересіз тоже банкіге. Одан да алтын шығады. Міне мына жерде көрініп тұрған шығар. Міне сарғайып тұрған. Міне ода алтын. Камера дұрыс көрсетпейді, өкінішке орай. Бірақ ода алтын. Оны жинаймыз тоже. Так, басқа мына жерден алатын еш нәрсе жоқ. Оны лақтырамыз мусорға. Так, астында, мынаның астында не бар екен көрейік қазір. Мынау мақта жасалған нәрсе екен. Ашылмаймын дейді. Молодец. Берілмеймін дейді ғой, берілмеймін дейді. Мақта екен мына. Мінекей аштық, біздің ішінде не көреміз. Так, мынау алтын сірә, мынау да алтын. Мынанда 2 чип бар мұнда. 1 чип, 2 чип, 3 чип. SMD конденсатор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук конденсатор. Мынандай кішкентай микросхема, ода микроконтроллер дейді. Ішінде де алтын болады мынандай кішкентай. Мынау сірә шлейф, так, разъем. Мынау латунь болу керек негізінде. Бірақ мен анық білмей жатырмын өзімде де. Ал міне мына аштық микроконтроллер.
чип, SMD конденсаторы, сама плата, өзі платаны өзі алтын жалатқан. Оны бітіп жинай бересіз. Ешқайда лақтырмайсыз, платаларды тазалап, уақытыңыз бар кезде ашып бір бөлек банкіге де жинай бересіз. Сотовый. Себеп мына бір сотовыйдан ондай көп алтын шықпайды, бірақ егер де 100 телефон жинасаңыз, 100 телефондан 1 граммға жете ме, жетпей ме, бір алтын шығады екен. Бірақ оны информация түгіл ютубтан алынып жатыр. Егер де қарайын десеңіз, мен описанияға ссылкаларды қалдырам, 1-2 каналға. Сол мына осындай сотовый телефондарды афинаж қылып жатқандарын көруге болады. Сосын мана ең алдын айтқанда, телефондар ескі болу керек, 2005 жылға дейін выпуск. Ол кезде олар ішінде құрамында алтыны көбіректеу болады. Егер де мына бергеректе шыққан телефондар болса, Samsung, iPhone да соңғылар, планшет десек, ол ішінде құрамында алтындар өте аз екен. Онтан мынандай баяғы ескі телефондар, мінекей. Мына карточкалерді өзін айтсақ, актив карточкалер, мысалы, міне. Одан міне алтын. Бірақ одан алтын шығару үшін өте көп шығу керек. Құрамында өте аз алтын, азғантай бар, міне, азғантай. Бірақ онда жинай бересіз, бүйтіп. Нан сұрамайды, жинала берсін, жайлап. Сонымен чип, мынандай темірлер. Айтпақшы, мынандай көрсетіп жіберейін. Мына аккумулятор дейді да, Nokia-нікі әсіресе, например, бүйтіп ашасыз да, шетін. Тек шетін ашасыз. Бүйтіп. Ішінде ондай кішкентай плата шығады. Мінекей мына плата. Так, мынау темір ол керек емес. Опсай күні. Міне, мынау аккумулятордан шыққан, міне тек жаңа кішкенен бас жағын сындырасыз да, ол өзі шыға келеді. Міне ішінде мына жылтырап тұрған, ол бәрі алтындар. Мына кәдімгі батарейкадан шыққан, міне Nokia телефонның батарейкасы. Так, мұнда да міне бар, тоже шетін тек сындырып, мына қысқашпен алуға болады. Так, тағында телефон бар екен. Міне, мынаны көрейік. Тағы бір батарейка бар, Nokia-нікі. Мына көрсетейін тағы да. Бір шетін бетіп сындырып, ол өзі шығады. Мына лишний заттарды алып тастайсыз. Мінекей. Ол да жаңа аккумулятордікі. Аккумулятордың несі. Құрамында ондай көп емес, оны алтыны, бірақ бар. Еще міне микроконтроллер бар дейді. Мына жерде міне қап-қара, міне кішкентай. Оның ішінде де алтыны бар. Так, біреу, екеу, міне жаңа екеуін ашып көрсеттім. Екеуде де құрамында алтыны бар. Сарғайып тұрған ол алтындар. Так, міне қасалайық. Так, енді міне сотовый телефон жайлы көрсеттім. Оны енді өзіңіз білесіз, жинайын десеңіз, жинай беріңіз. Міне, мынау міне алтын. Бір Samsung телефон болар еді. Ол же. Мынаның ішінде де бұл, мынаның ішінде де ойлап едім, бірақ ол не? Магнит. Ешқандай жоқ оның. Динамик па, бірдеңе ба. Так, алыстайық. Міне, мына жерде міне құрамында міне алтын сарылар сарғайып тұр. Контакт па, не зат ол. Әйтеуір міне, мынау алтын. Мынау да міне алтын.
наушниктің входы ғой. Наушник и зарядка. Сол екі вход міне көріп тұр, ішінде де міне. Мыналар ғой міне. Ал міне. В общем, чтобы 1 грамм алтын шығару үшін сізге примерно ондай 100 телефон жинау керексіз. 100 телефон жинап, сосын аффинаж арқылы 1 граммдай алтын шығады осылардан. Просто мен айтқым келгенім, мен мусорға лақтырмаңыз, мусорға лақтыруға үлгереміз. Мінекей, мынау да мінекей алтын жалатқан. Міне бір телефонның несі, міне ішінде айтқан жаңа резонатор бар. Міне 4 бұрышты резонатор. Мынаның өзі ішінде алтын. Тоже жинаймыз, лақтырмаймыз. Мынау жаңа кнопканыкі, асты күміс. Скотчтаған, ана сыртын кірелеген ғой. Бірақ мынау бәрі күміс. Ондай жинайсыз, Алла қаласа. Жинайды адам деген жинай береді. Міне осындай видеоролик. Ұнаса лайк басыңыз. Егер де ақпарат қызық болса, ай бауырым сау бол деп лайк бассаңыз болады. Ал видео ұнамаса дизлайк. Одан кейін комментарий жазыңыз. Назарларыңызға рахмет.